Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі 11 сабақ 41 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ағаш ек. Адам таза ауамен демалады. Адам демінен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа еш қайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауада соғұрлым таза болады. Таза ауамен дем алған адамның дені сау, көңілі хош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп өсиет айтқан. Мәтін не туралы? Мәтін мазмұнын айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіннің түрін және бөліктерін анықта. Мәтін неліктен ағаш ек деп аталған, қалай ойлайсың? Бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жаз. Мәтін ауа туралы, ауаның бізге аса қажет екендігі, адамға пайдалы жақтары және ол қайдан пайда болатындығы айтылған. Мәтіннің негізгі ойы, негізгі мазмұны осылар. Ал мәтін түрі бұл сипаттау мәтін түрі, яғни ауа туралы сипаттау және әңгімелеу мәтіні де болып табылады. Ағаш ек деген сөзді неліктен ағаш ек деп аталғаны, ағаш егу арқылы таза ауаны көбейту. Сондықтан ағаш ек деп таза ауаға көмек тиетінін айтып кеткен. Мысалы, ағаштар таза ауа шығарады, оттегін шығарады, адам демалатын. Бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жаз дейді, оны көшіріп аласыздар. Өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп бабаларымыз бекерге айтып кетпеген екен, балалар. Осылай сіздер де жазып аласыздар. Келесі жаттығуымыз 42 жаттығу, ұйқасын тауып жаз. Аң мен құсқа қорған болған қалың орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер деп жазып қойсыздар. Мына жерде орман сөз болады, мына жерде нөсер деген сөз болады. Жазған өлең бойынша өзіндік ой тұжырым жаса дейді. Тұжырымдалғанымыз аң мен құсқа пана болады деп жатыр. Орман, қалың орман пана болады, қорған болады. Олар жаман жануарлардан өзін сақтайды. Ауа райы қолайсыздықтан ағаштардың астында өздерін пана ұстайды. Ал құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер деген сайын. Бұл сөзде жаңбыр жауған сайын көктер жайқалып, жасыл болып, жасыл далаға айналып, бәрі жер шөптер көгеріп, гүлдер өседі деген мағынада екен. Келесі 43 жаттығу, табиғатты қорғау үшін не істеу керек тақырыбында пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыр дейді. Мысалы, табиғатты қорғау үшін қай мекендерді ластамау қажет? Осындай сұрақ қойсақ болады. Табиғат қорғау үшін қай мекендерді ластамау қажет? Екінші сұрақты, пайдалы аң құстарға қандай көмектесу қажет? Олар табиғатқа пайдалы құстарды қандай көмектесу қажет? Келесі, үшіншісі, қандай қағидаларды орындап жүруіміз керек? Табиғатты таза ұстау үшін, қорғау үшін қандай қағидаларды орындап жүруіміз қажет деп сұрақ қойсақ болады екен, балалар. Келесі жаттығуымыз сөздерді мағынасына қарай орналастырып, өлеңді оқы. Өлеңнің мағынасын топта талқылады. Елім менің шалқар жерге бай, айдынды көлге бай. Елім менің шалқар жерге бай деген, жеріміз кең, шалқар, кең дала, кең байтақ дала деген мағынада. Айдынды көл дегеніміз бұл неше түрлі көлдер, өзендер, теңіздер бар мемлекетімізде. Сондай көлге бай, суға бай деп айтып отыр. Өлеңнің мағынасын осылай сыныпта талқылайсыздар, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар.
Менің каналымда 2 және 3 сыныпқа арналған қазақ тілі және математика сабақтары жүргізіледі. Сау сәлеметте болыңыздар.